Сосын мына жағынан бізге 1000 теңге шығарып береді достар, қараңыздар. Сәлем достар, кереметтей Нұр арнасына қош келдіңіздер. Сәлем достар, кереметтей Нұр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін бізге мынандай посылка келді. Латвия елі. Латвия еліне мынандай посылка келді достар. Түсініксіз посылка. Бұндай Латвия еліне мен заказ бермегем. Ішінде қандай посылка екенін мен білмеймін. Қазір сіздермен бірге ашайын деп тұрық. Осы жерде ішінде қандай зат екенін қорапта салып жүрген, және біздің каналдың атын жазып жүрген, керемет Нұр деп Қазақстанға жіберген. Енді біздің қолымызға түсіп тұр. Енді сіздермен бірге көрейік. Міне пышағымды алдым, қазір ашайық. Көрдіңіздер ме қалай қаптақ болғанын? Енді былай ашайық. Бұның ішінде лампа деп жазылып тұр достар, бірақ мен мынаны түсінбедім, мынау неге арналған екенін. Қараңыздар. Сіздер түсініп тұрсыздар ма мынау неге арналған екенін? Егер де сіздер бастамай жатып түсінсеңіздер, комментарияға жазып кетіңіздер, міндетті түрде. Жарайды, мынаны былай ашайық. Не қыстырылған мына жерде? Міне достар, түсініп тұрсыздар ма? Мынау немене? Достар, біздің түсінуіміз бойынша бұл сиқырлы ақша шығарғыш принтер. Бұнымен достар, мынандай жай қағаз салу арқылы ақша жасайды. Мысалға, мына жағына қазір ақ қағаз тықсам, мына жағынан қазір ақша шығады. Сенбесеңіздер, сіздермен бірге осы жерде тексеріп көрейік. Міне мына жағынан қазір мына ақ қағаз салам. Қыстырып аламыз. Сосын мына жағынан бізге 1000 теңге шығарып береді достар, қараңыздар. Міне достар, қараңыздар. Жай ақ қағазда мына жағынан бізге 1000 теңге шығарып береді. Осылай, мынау шын 1000 теңге, міне сенбесеңіздер қараңыздар. Міне көріп тұрсыздар ма? Осылай, осындай сиқырлы принтермен осындай ақша шығарып алады. Кез келген ақ қағазды қиясыз да үйіңізде осындай размермен қиып аласыз да өзіңізге ақша жасап аласыз. Керемет пе достар? Бұл сиқырлы принтерді мен өзімнің подписчигіме сыйлайтын болам. Ойнап айтам достар, бұның ішінде бұл сиқырлы принтер деп аталады. Бұл жаңағындай ақ қағаздарды өзінің ішіне салады да мына жағынан мынандай ақша шығарады. Бұл сиқырдың жұмыс жасау тәсілі, қараңыздар. Сіздер бірден түсінесіздер деген ойдамын. Мынаны алдын ала мынаның ішіне салып қоясыздар. Сосын барып артынан мынаны тығасыздар. Сол кезде мына жаңа алдынан салып қойған, мынау шығады. Сол кезде мынау мынаның ішіне жатады. Мына ішіне кірген кезде мына жағынан мынау шығады. Түсініп тұрсыздар ма достар? Сонымен сіздер көшеде кетіп бара жатқан немесе достарыңыздан осындай керемет фокус көрсетіп, трюк көрсетіп таңғалдыра аласыздар. Және достар, осы затты, осы фокус көрсететін алғыларыңыз келсе, ссылка видеоның астында болады. Сол ссылка арқылы өтіп сатып аласыздар. Менің ойымша мына зат маған ұнады. Керемет зат, еді достарыма мен фокус көрсететін болам. Видеоның аяғына шейін көргеніңе рахмет достым. Келесі кездескенше сау болыңдар.